Сәлем достар, бүгін мен сіздерге духовкада тауық қанаттарын картошкамен бірге пісіріп көрсетемін. Өте дәмді, керемет, оңай дайындалатын тағам. Алдымен тауық қанаттарын жақсылап жуып, тазалап, қажет емес жерлерін ажыратып тастаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай барлығын қажет емес үшінші бөлігін алып тастап жатырмын. Барлығын енді ыдысымызға саламыз тауық қанаттарын. Енді дәмдеуіштерді қосып, үй температурасында 20-30 минутқа қоямыз. Ыдысқа тауық қанаттарын салып, үстіне соя соусын, паприка, куркума, қара бұрыш, тұз салып, майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Мінекей осылай жақсылап барлығын араластырып, үй температурасында осылай 20-30 минутқа қоя тұрамыз. Одан кейін қажетті картопты сыртын аршып, оны жұқа етіп турап аламыз. Үстіне қара бұрыш, 2-3 тілім чеснок, және 2 ас қасық сұйық май құямын. Үстіне тұзды салмаймын, себебі тауық қанаттары жақсы тұздалып, маринадталып жатыр. Сондықтан үстіне тұз салмаймын. Осылайша барлығын жақсылап араластырып, духовканы алдын ала 180 градуста қыздырып, тапамызға картошканы орналастырамыз. Оның үстіне, картошканың үстіне маринадталған тауық қанаттарын орналастырып шығамыз. Өте дәмді әрі тез дайындалады. Сүйсініп балалардың жейтін тағамы өте дәмді шықты. Енді 180 градуста 55 минутта духовкада пісіп шықты. Өте дәмді, керемет. Сіздер де осы менің рецептімен жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Сіздермен бірге болған Жанар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.